Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті көрермендер. YouTube арнама өте көп сұрақтар келіп түсіп жатыр екен. Бірақ соңғы уақыттарда сапарлардың көптігінен уақыт болмай жатыр еді жауап беруге. Осы видео форматта жауап беру жөнін көріп отырмын. Ал қазір бастаймыз. Бірінші сұрақ болған екен. Қай мезгілде кескен дұрыс деген Өмірбек Қарабеков деген кісіден келген екен. Жалпы ағаштарды оларды күйзеліске түсірмеу үшін негізгі олардың ұйқы кеткенде, яғни биологиялық, физиологиялық, биохимиялық процестер өте баяу деңгейге түскен кезде кескен дұрыс. Ол қай кезде болады? Ол көбінесе түсінікті, ол қыс айларында, күздің аяғында, көктемнің басында деген сияқты. Бірақ негізі кесетін әдемі уақыт, егер есіңіздің алдында болатын болса, ағаштарыңыз аз болатын болса, онда қысқы қатты аяздар біткеннен кейін бастаған дұрыс. Қысқы аяздар көбінесе неде бітеді ғой, қаңтардың ортасында бітеді ғой, содан кейін бастаған дұрыс. Қаңтардың екінші жартысынан бастап көктемге дейін кескен дұрыс. Ал егер де сізде ағашыңыз көп, үлгермеймін деп айтатын болатын болса, онда желтоқсан айынан бастауға да болады. Өйткені не үшін қысқы қатты аяздардан кейін деген мәселе қозғалады? Өйткені кесілген жерден ұлпасы жарақаттанады ғой. Сол кезде қатты аяздар ұлпаны өлтіріп тастамау үшін ол соған жасалынады. Сол үшін де көбінесе қысқы қатты аяздар өткеннен кейін бастаған дұрыс. Бүршік жарғанға дейін, бүршік жарғаны кесуге болмайды. Яғни бойында биохимиялық, физиологиялық процесі басталып кеткен кезде кескенде күйзеліске ұшыратады. Сол үшін де қаңтардың екінші жартысынан бастап қыстың аяғына дейін кесіп тастаған өте жақсы.